Шығыс Қазақстан облысы, Қатон-Қарағай ауданы, Оралхан Бөкей атындағы Белқарағай орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Кабулова Айнұр Амангелдиновна, математика ғылымдарының магистрі, педагог, модератор. Сіздердің назарларыңызға, яғни педагогикалық идеялар панорамасына конкурсына ұсынатын тақырыбым математикалық сауаттылықтағы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту. Мақсатым оқушылардың математикалық функционалдық сауаттылығын көтеру, алған білімдерін өмірлік тәжірибеде қолдануды меңгерту. Өзектілігі математикалық білімнің практикадан, қазіргі өмірден алшақтауынан туындайды. Бұл оқушылардың математикалық ережелерді, формулаларды, теоремаларды зерттеу мақсатын түсінбеуіне және математикаға қызығушылығының төмендеуіне де әкеледі. Сондықтан осы мәселе менің өзекті тақырыбым болып тұр. Ал енді құрметті оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын логикалық жұмбақтар шешуден бастайық. Бірінші ұяшық таңдауға кім шығады екен? Кәне кел Ақмаржан. Осы мектепке 15 минутта жетеді, ал түс оқушы бұл жолды қанша уақытта жетеді? Тұрғана ғой? 15. Өте жақсы. Жаңа технологияны ұсына отырып, оқушылардың жас ерекшелігін ескеріп, математикалық ойын сабақтар өткізу, сабақ басында математикалық жұмбақ, ребус қолдану менің дәстүрлі сабағыма айналуда. Осы кезде оқушылардың жұмысты үлкен қызығушылықпен орындайтынын байқадым және білімді белсендіретінін байқадым. Ақыл тек білімде тұрған жоқ, сол білімді іс жүзінде асыра білуде тұр деп Аристотель айтқандай, оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруда PISA халықаралық тапсырмаларының маңызы өте зор. Осы орайда маған айтарлықтай пайдалы болғаны, оқушылардан есеп шығару барысында сен бұл есепті немесе тапсырманы өмірде қолданасың ба және қайда қолданасың деген сауал қою міндетті. Сұраққа жауап іздеу кезінде оқушы көзіне елестету арқылы тапсырманы өмірлік ортаға ауыстыра бастайды. Яғни, оқушының математикалық сауаттылықтағы функционалдық сауаттылығы дамиды. Алған білімдері өмірлік тәжірибеде қолдануды меңгереді. Жақсы. Ал Маржан, енді жаңағы есепті сен өмірде қайда қолданасың? Мысалы, үйдің шатырын қаптағанда керек материалдың ауданын табуда немесе қанша қаражат кететінін есептеуде қолдануға болады. Жақсы. Сөзімді қорытындыласам, біз жаңа заманның жаңашыл ұстаздарымыз. Ал заман ақпараттық коммуникациялық технологияларды талап етеді. Сондықтан жас ұрпақты әлем мойындайтындай биікке көтеру жаңашыл ұстаздардың қолында. Назарларыңызға рахмет.